Келешек баланың білімі үшін ақша жинауға арналған мемлекеттік бағдарлама. Ата-аналар ақша салат, мемлекет пен банктер бонус қосады. Толығырақ пайдалы инфода. Банктердің бірінде немесе сақтандыру компанияларында депозит ашасыз. Ақшаны өзіңіз сала аласыз немесе басқаларды тарта аласыз. Мемлекеттік бонус жылына 5%-дан 7%-ға дейін құрайды. Банк 12%-дан 14%-ға дейін төлейді. Сақтандыру компаниялары 8%-дық бонус береді. Мемлекеттік бастапқы капитал 236 мың теңге немесе 472 мың теңге ата-анасыз балалар үшін. Нәтижесінде, егер жылына 94 мың теңге салсаңыз, 13 жылдан кейін 8 миллион теңгеден астам қаражат жиналады. Ақшаны тек білімге жұмсауға болады, кез келген жоғарғы оқу орнына немесе колледжде. Егер артық ақша қалса, кіші балаға беруге, тұрғын үйге жұмсауға немесе оқудан кейін алуға болады. Егер ақшаны ерте алып қойсаңыз, мемлекеттің бонусын қайтару керек болады. Егер елден кетсеңіз, депозит жабылады, бірақ ақша бонуссыз сізге қайтарылады. Депозиттер мемлекеттік сақтандыруға жатады. Бағдарлама білімге ақша жинауды тиімді пайыздармен, мемлекеттік қосымшаларымен қамтамасыз етеді. Отбасы бюджетінің жүктемесін азайтатын болады. Егер ақпарат пайдаңызға жараса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.